Сәлем достар, бұл Македев. Бүгін бәрімізге таныс сұраққа жауап береміз. ChatGPT қалай жұмыс істейді? Елестетіп көрейік, сенің алдыңда алып кітапхана тұр. Ішінде миллиондаған кітап, мақала, әңгіме бар. ChatGPT сол кітапхананың бәрін оқып шыққан бір оқушы сияқты. Бірақ ол дайын жауапты жаттап алмайды. Оның орнына сөздердің қалай байланысатынын үйреніп алған. Мысалы, сен Қазақстанның Астанасы десең, ол ойланып Астана деп жалғастырады. Өйткені сол сөздің келу ықтималдығы жоғары екенін ол біледі. Оның ішінде сиқыр, яғни трансформер деген жүйе бар. Бұл жүйе әр сөзді тек жалғыз өз емес, айналасындағы басқа сөздермен бірге қарайды. Мысалға, банк сөзін алсақ, ол ақша жайлы ма, немесе өзен жағасындағы басқа бір нәрсе ма деген сияқты сөздердің арасынан мағынаны сөйлемге қарап түсінеді. Сол себепті ChatGPT-дің жауаптары табиғи шығады. Ол жай ғана компьютер емес, сенің сұрағыңа сай ойланып отырған серік сияқты сезіледі. Шын мәнінде ChatGPT математика мен алгоритмдердің нәтижесі. Бірақ сырт көзге ол кәдімгі әңгімелесетін дос. Келесі видеоларда осы тілдік модельдер қалай үйренетінін және болашақта қай салаларда қолданылатынын талқылайтын боламыз. Жазылып, қоңыраушаны басып қойыңдар, ең қызықтысы әлі алда.